құртты алып отырмын. Осы құртты жеп отырып бізге ақыл келеді, күш береді және зейінімізді артады. Бұның әсер ету уақыты 40 минут балалар. Сабақ біткеннен сұраймын сендерге. Қалай әсер ету құрт? Кесер құрттың ала ойын. Кесіз аламызда бір аузымызға салып қоямыз. Болмаса кішкене істейміз. Орнына отырамын. Кішкене істейміз болды бала, е? Сын сипатын, түр-түсін, сапасын білдіреді. Бұл құмыраның түсі қандай? Бұл құмыраның түсі қоңыр. Бұл жиденің түсі қандай? Бұл жиденің түсі көк. Жақсы. Кесенің түсі қандай? Кесенің түсі ақ. Дұрыс. Күшік бері шайға бір мысал қойып жеңдерші. Күшік бері шайға. Мысал аштың. Күшік бері шайға. Biraz. Менің анамның орамы қып-қызыл. Қызыл. Қайсың қызыл? Күшік бері шай. Қып-қызыл. Отыра қой. Салыстырмалы шайға сөйлеп қарап жейікші салыстырмалы. Менің сіңілімнің бойы кішірек. Кішірек. Бұның ішінде қайсысы? Кішірек. Кішірек. Жақсы. Сын есіңде сөйлеп қарап жейікші. Алманың түсі қандай? Алманың түсі қызыл. Қызыл. Тамшы сабау әдісі арқылы мен өлеңді бастаймын. Сендер ары қарай жалғастырасыңдар. Иә? Ақ киімді денелі, ақ сақалды, соқыр мұңқау танымас тірі жанды. Үсті басы ақырау түсі суық, басқан жері сықырлап келіп қалды. Аяз бенен қызарып, ажарланды. Жақсы, тамаша. Құлақтан кіріп бойдалар, әсем әнмен тәтті күй, көңілге түрлі ой салар, әнді сүйсең менше сүй. Дүние ойдан шығады, өзімді өзім ұмытып, жаным әнді сүйеді, жүрегімді ұмытып. Жақсы. Өлең сөздің патшасы, сөз сарасы, қиыннан қиыстырар ер данасы. Тілге жеңіл, жүрекке жылы тиіп, теп-тегіс жұмыр келсе айналасы. Бөтен сөзбен былғанса сөз арысы, бұл ақынның білімсіз бишарасы. Айтушы мен тыңдаушы көбін адам, бір жұрттың танымас бір парсы. Жарайсың, сөз арасы, е? Әсемпаз болма әр елге, өнерпаз болсаң арқалан, сен де бір кірпіш дүниеге, тетігін тапта бар қалан. Қайрат пен ақыл жолда бар, қашқанға да қуғанға, әдел шапқат кімде бар, сол жарасар туғанға. Ғылым таппай мақтанба, орын таппай баттанба, құмарланып шаттанба, ойнап босқа күлуге. Күлдірмес бала шудай, қайыршы шал кемпірдей түсі кетіп, жапырағынан айырылған ағаш қурай. Жақсы екенбіз. Сан есімдер қанша? Неше? Келесі. Бауыржан кел. Бауыржан, шығар. Туған жері Дұрыс. Атен Кел аян. Кес есімді. Бір шетіне тұр, оқи қой. Абайдың әкесінің аты Құнанбай. Кім? Құнанбай. Қайсы көзді Құнанбай? Дұрыс. Келесі аяла. Бәрін шығаңыз. Абайдың анасының аты кім? Кім? Ұлжан. Кел аян. Шыққан ру. Абайдың шыққан руы. Оның шыққан руы тобықтар. Тобықты арғын. Келесі. Картоптан. Айдар келе ғой. Абайды. Айтпаңыз балалар. Денесі де бір аралық киікте. Бойы өскен, қол аяғы ұзарған. Мадина жалғасы. Бұрын мұрны шолақтау болушы еді. Бойыл біраз ұзарып қалыпты. Бет денесі баладан көрі ірілең керек, бозбалалық қалпына бейімделген. Жақсы, мені сол қойды. Кездес шындың үзіп кетпесін. Бірақ әлі сол мүсінде үлкендік жоқ. Толық балған емес. Балғын емес, отыра ғой, айдан оқиды. Сидық
сияқты құр созылған сияқты. Күн көрмей өскен ренің солғын бойынша ғана өсімдік бейнелес. Бейнелес. Кәусар оқиды. Бұрын қара болушы еді, бетінің қызылы да бар еді. Қазір де қаладан қайтқандық және ауылы қосылғандық бар ма? Әйтеуір бозғылданған. Жақсы. Иса оқиды. Сұйықтау қоны шашының арасынан бас құйқасы да қуанданып көрінеді. О да ауырғандық пен күн көзінде болмағандықтың белгісі. Асылай оқиды. Абайдың осы сияқты қалпына ендігі мінез машығыда бір алуан боп өзінше үйлесті. Жақсы балалар. Яғни кім? Синоним дегеніміз не балалар? Мадина? Жазылуы әртүрлі, бірақ мағынасы бір. Синоним деп атайды. Мысалы? Мысалы, көркем, әдемі, бала, сәби деген сияқты болады. Тамаша. Енді Милена осы мұрнияға біріншісін оқып, кейді берілгені. Сипаттау мәтіндегі сөздер мен сөз тіркестері. Денесі де бір аралы кейіпте. Оны келесін деп қарайшы. Бәрін оқулыққа қарайшы. Сидип дейді. Кел тақтаға жаз. Енді сенің тапқан сөзің сидип мағынасы қандай? Арықтау, иә? Жазады. Жаз. Сидип деп жаз. Бәрін жазамыз балалар дәптермен. Арықтап деген кіші әріппен жаз. Арықтап. Мейрамхан, келесі қандай сөз? Шашаңқы. Сен не қажа сүйір шашыңқы? Шашаңқы. Сүйір шаштың синонимі қандай болды? Садина? Сүйір шаш. Қалай? Шашы қалың ба? Сүйір шаш деген нені қандай? Сирек. Қай әріп қалғанда? Оқшы. Шашаң қай әріп жоқ? Бұл топпен жұмыс. Қазір 3 топқа беремін. Бірінші топ. Екінші топ. Үшінші топ. Бұл жерде балалар қараңдар. Мына жерде санмен жазылған ғой. Қараңдар, санмен жазылған ғой. Осыны жазып жазамыз. Сосын тапсырма. Сөйлемдегі сандарды сөзге айналдырып сөзге жазып, дара санесін, күрделі санесін қарамыз. Бұл қайсысы? Дара. Ал күрделі оқи ғой? 3952. Жарайсың. 110. Тоқта, дара санесін қайсысын айттың? 13-сін қанша дедің? Мың. Ал күрделі оқи ғой? Тыныш. 1565, 25, 400 мың. Балалар, 9. ал күрделі оқи ғой? Күрделі 400 мың, 10 жарым, 2 мың. Мың бола ма? Дара күрделіге? Та білмейсің, біз ережесін оқи ғой. 1100 болса, иә? Отырамын. Ал біз от шашынға алып қоямыз қане? Мадина. 100 ондаған жетеу. Күрделі санесі 12-ші, 85, 67, 96. Дұрыс. От шашынға қане алып қоямыз? Мың 950, 3-4, 1-ден 1 дейді. Дара санесі 10, 3, 1000, 100, 7, 1. Жақсы. Ас кім? Мейрамхан. Міне 7 қандай сан? 7 киелі. Қазір айтасың. Мысалы 7 ата, білесің ба? Айтасыңдар. 7 шелпек не үшін береміз? 7 жұтты ата, 7 қазынан ата.
Там не ол, бір ұттам. Сәйкеселдесін бар міне. Бір ұттам не мысал? Бір ұттам су. Сәйкеселдесін. Bir jayim жаза Тағы да абай туралы қара сөзін білгім келеді, поэмалар білгім келеді десем сұрағым бар деп асасыз. Егер де мен бүгін барлық сабақты білдім, біз сабақ мақсатына жеттік дейтін болсаңдар, түсіндім деп асасыздар. Ал көрейік. Показаться хотелось.